Жансұлу қарындасым, армысың, өзіңнің жасап жатқан жұмыстарыңмен мен таныспын, қызығып та жүрміз. Кейде біздің де балаларымыз осындай өзіңдей болса екен деп қызғанып та қаламыз. Жалпы жақсыдан шарапат дейді. Осы сенің жасап жүрген игі жұмыстарыңның барлығы өзіңнің құрбыларыңа, құрдастарыңа жұқсын деген тілегіміз бар. Өйткені жақсы әдет жұғу керек. Адамға негізі жұғатын жаман әдет қой, жаман сөздер, жаман істер. Бізде керісінше қазақ баласының ерекшелігі, бізде бұрын айтатын, қазақтың баласы бала емес, орыстың баласы молодец деп. Ол Совет одағында болған сөздер. Негізінде қазақтың ешбір ұлттан, ешбір мемлекеттен кемшілігі жоқ. Керісінше қазақ Жапоныңмен де, оңтүстік Кореямен де бәрі бірдей. Менің өзіңе қызығатыным, сенің мынау өте қиын да күрделі тақырып бар, экология деген. Қазір енді адам күнделікті тіршілікпен жүр ғой, бірақ сенің осы экологияға назар аударғаның өте маңызды. Өйткені экология Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін маңызды. Бізде мысалы жасыл желек деп оңтүстік аймақты ғана айтамыз. Шын мәнінде Маңғыстауды да, Атырауды да, Қызылорданы да жасыл желекке айналдыруға болады. Оған дәлелдер өте көп. Мәселен, Үндістан, Пәкістан, Африкалардың өзін, жаңағы бізден де ыстық табиғат өте күрделі жерлердің өзін қазір жасыл желекке айналдырып жатыр. Осы істің басында болашақта өзіңді көргіміз келеді. Қазақта жақсы сөз бар, мына Шал ақынның айтқан: енді біле бастасаң оң мен солыңды, жақсыларға соза берген қолыңды дейді. Сол жақсылардың қатарынан өзіңде табылады.